және минор туралы. Бізге балалар бүгін қонаққа Мила келді. Салем, достар! Здравствуйте, ребята! Hello, my friends! Балалар, мажор дегеніміз қуанышты көңіл күйді бейнелейтін әуен. Ал минор дегеніміз көңілсіз, мұңды көңіл күйді бейнелейтін әуен. Апай. Не болды, Мила? Мажор мен минорды біз ән арқылы көрсетсек қалай болады? Я, дұрыс айтасың, Мила. Менің бір досым бар, ол сүйіп-сүйкімді тышқан. Кел, досым! Сәлем, достар! Жаңа тышқанның бірінші әні өте көңілді болды. Ол музыкамыз біздің мажор болады. Ал екінші әні көңілсіз, мұңды, өйткені құлмысып оның ірімшігін алып кетті. Ол балалар музыка минор деп аталады. Ұмытпаңдар. Ал енді балалар, келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар!